Адамдарға қазір баспана алу үшін бір үйдің жаңағы 50%-ын жинау өте қиын. 50-50 шартымен екінің бірі үй ала бермейді, мұны білесіз. Бәлкім сіз жаңағы Наурыз, Ұмай, әскери баспана бағдарламалары бар дейтін шығарсыз, бірақ ол жаңағы аз қамтылған, белгілі бір санаттағы адамдарға арналған. Ешқандай бағдарламаға жатпайтын адамдарға отбасының балама жол, басқа бір балама жол ұсынала ма? Қазір біз Ұмай ипотека бастаймыз. Тағы да осы осы жылдың арасында жасыл ипотека деген болады. Онда 20% жинағанда біздің үлкен баспана маркетқа кіріп, сол жерде таңдап алуға қандай пәтерлер құрылысшы компаниялар беріледі, содан былай қарап, сондай 20% болса, соған рұқсат береміз. Сондай бағдарлама болады жаңадан. Жаңа бағдарлама дейсіз бе? Иә. Бұл бағдарлама болды, жасыл ипотека. Енді бізге қазір қол қойдық бүкіл құжаттарға. Енді осы 26 жылдан 90 миллиард теңге бөлініп тұр. Оның 45 миллиард теңге жоспар бойынша Ұмайға, 45 миллиард теңге сол жасыл ипотекаға. Сондай бағдарлама болады. Сонда бастапқы жағынан 20%, иә? Иә. Ол жаңағы белгілі бір, онда да талаптар жоқ па? Белгілі бір жаңағы әлеуметтік топтағы адамдарға деген сияқты арналған? Жоқ, ондай талаптар жоқ. Ол екінші пәтеріңіз болса, үшінші пәтер сатып алам деген, оған бәріне рұқсат береміз. 50-ден 50 депозитте ешқандай өзгерістер болмайды.